Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз осындай декорға арналған осындай кішірек роза гүлдерді тоқитын боламыз. 15 минуттың көлемінде тоқылатын гүлдер, бұл крючокпен тоқылады. Бұл гүлдерді біз осындай кардигандарға декор қылып тігуге болатын осындай ерекше гүлдер. Негізі осы кардиганттар қазір трендте, өздеріңіз білетіндей құлпынаймен, шиемен және басқаша гүлдермен де безендірілген. Біз де сондай кардигандарды тоқып, осындай гүлдермен безендірсек болады. Ең алдымен осы сабақты көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда алдағы шығып жатқан видеоларды ең алғаш болып көретін боласыздар. Ендеше бастайық. Ол үшін біз крючокты осылай айналдырып, алғашқы петлямызды аламыз. Мынау бізде бірінші петля болып саналады. Бізге общий 37 петля теріп алу қажет. 2, 3, 4, 5, 6. Осылай бізге 37 петля теріп алуымыз керек. Мінекей, мен өзіме 37 петля теріп алдым. Енді келесі бізде әрбір осы петляларға бір столбиктен тоқып шығуымыз қажет. Мына бірінші петляны тастаймыз, екіншісіне крючогымызды кіргізіп, жібімізді шығарып алып, екеуін бірге тоқимыз. Дәл осылай келесісіне де үшіншісіне де осылай соңына дейін тоқып шығуымыз қажетпіз. Бір столбик тоқып шығамыз. Мен соңына дейін тоқып шықтым. Осылай бір столбиктен. Енді келесі бізде осы жерде 5 воздушный петля көтеруіміз қажет. Үшеу, төртеу, бесеу. 5 воздушный петля теріп аламыз да тоқымымызды теріс қаратамыз. Содан 1, 2, 3, төртінші, біріншісін санамаймыз. Осы жерден санаймыз. 1, 2, 3, 4. Осы төртіншіге әкеліп, жібімізді шығарып, екеуін бірге қосып тоқитын боламыз. Так, менде мына тұтасып қалды. Мана 1, 2, 3, 4 деп, төртіншісіне крючогымызды кіргізіп, бір петля шығарамыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Одан кейін тағы да 5 петля тереміз. Ары қарай 1, 2, 3, 4. Осылай төртіншісіне осылай тоқып шығамыз. Осындай бізде аркалар пайда болады. Дальше осылай тоқи береміз. Бізде осы жерде соңында 6 петля қалды, тоқылмаған. Бұл жерге біз кішкене 2 арка жасаймыз. Ол үшін біз бірінші 3 воздушный петля алуымыз қажет. 1, 2, 3. 1, 2, мына үшіншісіне әкеп тоқимыз. Тағы да 3 воздушный петля. Ең соңында мынау шеткі неге петлямызға крючогымызды кіргізіп, жібімізді шығарып аламыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Бізде бұл жерде міне екінші қатар бітті. Яғни бізде 2 кішкентай арка және қалған бәрі үлкен аркадан тұрады. Енді келесі бізде 1 воздушный петля көтереміз де, тоқымамызды оңға қаратамыз. Оңға қаратып, енді бізге осы аркалардың ішіне осында лепестоктарды тоқып шығуымыз керек. То есть жапырақшалары, гүлдің жапырақшаларын тоқуымыз керек. Енді крючогымызды арканың ішіне кіргіземіз. Көрініп тұр ма сіздерге? Арканың ішіне кіргізіп, жібімізді шығарамыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Бір столбик тоқимыз. Келесі бізге жартылай столбик тоқу керек. Ол үшін мына жерде крючогымызға жібімізді
бір накид жасаймыз да, арканың ішіне кіргізіп, тағы да бір петля шығарамыз да, үшеуін бірге тоқимыз. Бізде бұл жартылай столбик деп аталады. Енді келесі бізге 4 столбик накидпен тоқу керек. Қайтадан накид, арканың ішіне кіргізіп, жібімізді шығарамыз. Бірінші 2 петлямызды, кейін соңғы 2 петляны тоқимыз. Бұл біріншісі. Накид, арканың ішіне кіргіземіз, екеуін бірге, потом келесі екеуін бірге қосып тоқимыз. Екіншісі, мынау үшіншісі, төртіншісі. Міне, 4 столбик накидпен тоқыдық. Енді келесі бізде бір жартылай столбик керек. Ол үшін накид, арканың ішіне кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарамыз, бір петлямызды, и үшеуін бірге қосып тоқимыз. Және бір столбик тоқимыз. Мінеке, осылай біздің бірінші лепестогымыз дайын. Енді бізге бұны бір жерге бекіту керек. Ол бізде, естеріңізде болса, мына жерде аркаларды осындай жерге бекітіп отырған болатынбыз. Тура сол точкаға апарып крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізден бір петля шығарамыз да, и келесі петлядан былай шығарып аламыз. Яғни тоқымаймыз, просто шығарып аламыз. Тағы бір рет көрсетейін. Мына, осы жерде алдын тоқыған аркамызды бекіткен жерімізге крючогымызды кіргіземіз. Рабочий жібімізді, жұмыс жібімізді шығарамыз. Сосын мына петлядан әшейін өткізіп аламыз. Мына. Енді бізге келесі аркаға өтуіміз керек. Келесі аркаға да тура осындай жапырақша тоқитын боламыз. Мінеке, столбик, бір столбик, бір жартылай столбик, 4 столбик накидпен, 1, 2, 3, 4 и бір жартылай столбик, бір столбик, и ұмытпай жапырақшамызды бекітіп аламыз. Міне, екеуі дайын. Енді бізде 5 воздушный петлялы үлкен аркаға келіп жеттік. Бұл жерде енді біз басқаша тоқимыз. Бастайық. Міне, бір столбик тоқимыз, бір жартылай столбик тоқимыз, полустолбик и 7 столбик накидпен тоқимыз. Жетеуін тоқимыз бұл жерге. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне, енді 7 столбик накидпен тоқыдық. Енді бір жартылай столбик тоқимыз. И бір столбик. И бекітеміз. Тоқымамызды бекітеміз. Міне бізде үлкен жапырақшалар пайда болды. Яғни енді қалған аркалардың бәрін тура осылай үлкен жапырақшалармен толықтырып шығатын боламыз. Мінеке, мен өзімнің жапырақшаларым бәрін тоқып шықтым. Мінеке, қалай көрініп тұрған шығар. Көріп отырғандарыңыздай мен осыны толық бітіріп шықтым. Енді бізге жіпті біраз ұзындау қырқып алуымыз керек. Енді біз роза гүлімізді қазір жинап шығатын боламыз. Жақсылап жібімізді осылай бекітеміз де, бізге ине қажет болады. Инемізге жіпті өткізетін боламыз. Енді біз мына бас жағынан кішкентай жапырақшасынан бастап роза гүлімізді осылай аккуратно жинайтын боламыз. Өте мұқият болыңыздар. Бұл жерде біз басын жақсылап жинауымыз керек.
алдағы уақытта барлығын инемен іліп алу керек. Жақсылап іліп алмасақ бізге мынау ұшы шығып кетеді, сондықтан жақсылап қысып тұрып әдемілеп орап аламыз. Мінекей мен орап алдым. Енді инемді алып бір мына жерден түбінен бір мына ұшынан, именно басты аяқ жағынан, мына жақтан бір инені өткізіп аламын осылайынан. Мінекей өткізіп алдым. Мынаны кейінірек жасыратын боламын. Қазір бізге бірінші роза гүлімізді жақсылап тігіп алуымыз қажет. Енді біз инені алып былай барлық түбінен өткізетін боламыз. Арғы жағына өткізіп, мінекей тартамыз. Тартамызда енді екінші мына жағына жанынан алып кіргіземіз. Былайынан тікпеңіздер, үстін былайынан әдемі көрінбейді. Сондықтан осындай жанынан алыңыздар. Мінекей. Тағы да бір айта кететін жайт, инелеріңіздің бас жағы тупой болсын. Үшкір ине жарамайды. Негізгі тоқымада осындай ұшы біраз доғалырақ инені қолданады. Сонда бізде осы жерде тіккен кезде, любой заты тіккен кезде ине өте жақсы кіреді. Ал ұшы үшкір кіруіне кіреді, бірақ бізде мынандай жіптер өтпей қалады. Сондықтан бізге осындай тупой ине болған қажет. Соны есте сақтаңыздар. Любой тіккен кезде тоқылған заттарды тупой ине болу керек. Итак, мінекей мен тігіп бәрін тігіп осылай бекітіп алдым. Міне, менде ешқайсы шығып тұрған жоқ. Мінекей. Менің гүлім дайын. Енді біз жапырақшасын тоқитын боламыз. Енді бізге жапыраққа осындай жасыл жіп керек болады. Бізге енді бір петлямызды дайындап алуымыз керек. Ол үшін жіпті осылай орап, бір петля шығарып аламыз. Шығарып, гүлімізді қолымызға аламыз. Бізге көзіміз бойынша осылай произвольно бір жерге осы жіпті бекіту қажет. Осылай бекітіп аламыз. Енді бізге осы жерден 7 воздушный петля теруіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушный петля аламыз да крючогымызды шығарып, мен сіздерге алдында айтқандай көздеріңізге қарап, бұны 3-ке бөлуіміз керек. 1, 2, 3 деген сияқты мен осы жерге бөлемін. Осы жерден шығаратын боламын. Крючогымды осылай кіргізіп, петляны іліп аламын да, былай қарай шығарамын. Шығарып, осы жерден тағы да 7 петля алатын боламын. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Крючокты шығарамыз да, енді біз осындай 3-ші жерді белгілеп аламын. Кейін тағы да жіпімізді іліп шығарамыз да, осы жерден тағы да 7 петля воздушный петля теретін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді мына петляны алғашқы келген жерге бекітеміз. Әкеліп бекітеміз. Ең бірінші петляны бекіткен жерге әкеліп бекітеміз.
бір воздушный петля. Енді біз осы шыққан 3 осындай арка шығады. Осыған біз жапырақшалар тоқитын боламыз. Енді келесі бізде бірінші аркамызды аламыз. Гүлімізді өзімізге қаратамыз. Ары қарап тұрмау керек, өзімізге қаратамыз. Мінекей осы жерден жапырақшалар тоқитын боламыз. Бір столбик без накида, потом бір жартылай столбик, 4 столбик накидпен, 1, 2, 3, 4. Енді 4 воздушный петля теретін боламыз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петля алып, мына түбіне әкеліп бекітеміз. Крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Енді қайтадан аркамызға қайтамыз. 4 столбик накидпен тоқимыз бұл жерге. 1, 2, 3, 4. Бір жартылай столбик тоқимыз. 1 столбик тоқимыз без накида, 1 столбик. Мінекей біздің бірінші жапырағымыз дайын. Енді барлық осы екі қалған аркаға да тура осылай жапырақшаларымызды тоқып шығамыз. Мінекей мен жапырақшаларымды тоқып болдым. Енді бізге жіпті біраз ұзын қырып алуымыз керек. Бұны да қазір тігіп жасырып қоямыз жіптерін. Осындай мінекей жапырақшалар дайын болады. Мінекей инемен қалай жасыратынымды көрсеткім келіп тұр. Ол үшін инені алып жіпті өткіземіз. Жіпті өткізіп, осылай түбінен инені өткіземіз да, осы артқы жағына. И мынау тоқыған петляларымыздың арасына жасыратын боламыз. Сразу қырқып тастамаймыз. Алдағы уақытта мүмкін шығып кетуі мүмкін, сондықтан тереңірек жасырған дұрыс жіпті. Енді жібімізді қырқып тастасақ болады. И мынау жіпті де тура осылай осы петляларға жасырса да болады. Сонымен біздің осындай роза гүліміз дайын. Егер сіздерге видео ұнап жатса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген мастер-класстар шығатын болады. Соларды ең алғаш болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.